үнемдеу де керек, табыс та табу керек, жолын табу керек. Көп балалы отбасы деген толық емес отбасы, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеуші отбасы, барлық адамның атында соңғы 5 жылда үй болмау керек. Кім қай жылы үйдің кезегіне тұрды, сол адам бірінші өтеді. Мен декретте отырғанда насколько сондай 88 теңгеден, 100 теңгеден, 300 теңгеден салғам, менде сол тұр, выпискам қойып қойғам. Жинау үшін міндетті түрде айына 100 мың, 200 мыңнан салу керек деген өздеріңізге шектеу қойып алмаңыздар. 7-20-25 бағдарламасы бойынша тек қана жаңа үй ала алады. Армысыздар, құрметті тыңдарман, құрметті көрермен. Бүгін подкасттың бүгінгі қонағын хабарламас бұрын сіздерден біздің YouTube арнаға жазылып қоюларыңызды сұраймыз. Одан кейін біз подкасттардың барлық платформасында бармыз. Ендеше біздің бүгін подкасттың бүгінгі қонағы бұл қазақтарға ең керек тақырыпты қозғап жүрген баспана алу мәселесі бойынша кеңесші Мадина Болатханқызы. Қош келдіңіз. Рахмет. Ипотека бұл жағдайы жоқ адамдарға арналған деп ойлайтындар бар. Первичка дұрыс па, әлде вторичка дұрыс па деп сұрайтындар бар. Вторичка сіз қайталама нарықтан үй аласыз, яғни үйді біреуден сатып аласыз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, бәрі шүкір. Сізді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бізде енді қазіргі таңда жалпы баспана кезегі бойынша 647 мыңға жуық адам тіркеуде тұр екен. Яғни бұл тіркелгендері әлі де күтіп жүрген, өзі үй алғысы келетін қаншама жастар бар. Қалай ойлайсыз, біздердегі барлық осы бағдарламалардың бір-бірінен айырмашылығы қандай? Мәселен, бізде 7-20-25 шаңырақ бағдарламасы бар. Одан кейін Алматы жастары деп жатамыз. Соларға бір кішкене шолу жасап өтсек. Жақсы, рахмет шақырғандарыңызға. Енді қазір керекті тақырыптар деп жатсыз ғой. Қазір қоғамға жалпы үй мәселесі өте қажет, барлығына қай уақытта да өте актуальная тема болған. Алматы жастары 7-20-25 шаңырақ бағдарламасы, бұның барлығы атында үйі жоқ Қазақстан азаматтарына арналған. Әр бағдарламаның өз артықшылығы мен ерекшелігі бар. Мысалы 7-20-25 бағдарламасымен атында үйі жоқ кез келген азамат ала алады. Дәл қазір атында үйі жоқ болса болды, кеше үйі болды, туысқанының атына аударып тастады, немесе сатып жіберсе де 7-20-25 бағдарламасымен баспана алуға болады. Ол бағдарламаның талап бойынша банк белгілі бір сомаға дейін, мысалы 20 миллион теңгеге дейінгі соманы 7% береді, қалған соманы жаңағы өзі тікелей құрылыс компаниясына төлейді. 7-20-25 бағдарламасы бойынша тек қана жаңа үй ала алады. Үлкен қалаларда, қаланың жанындағы пригородтарда сол максималды сома 25, жалпы 20 миллионға дейін дейміз. Үй негізінде былай ғой, ол 7%-пен 20% алғашқы салыммен 25 жылға дейін алу деген сөз. 7-20-25-тің атауының өзі. Енді бұл жерде 20% алғашқы салым дегендіктен көпшілігі мысалы 25 миллиондық үйді аламын, 20 миллионға дейін банк береді, 5 миллионды өзім берем деп түсінеді. Егерде үй 27 миллион болса да, 30 миллион болса да, 20 миллионнан бөлек ақша ол кісінің сатып алушының қолында болса, құрылыс компаниясынан сатып алуға болады. Басқа жаңағы негізгі қалаларда, пригородтарда 20 миллионға дейін, басқа жақтарда 15 миллионға дейін деген сияқты соманы жаңағы 7%-пен береді. Атында зайым рәсімдеген уақытта үй болмау керек. Содан кейін бұл бағдарламамен бір-ақ рет үй алуға болады. Осы 2023-ке дейін кез келген уақытта, 2023 жылға дейін 7-20-25 бағдарламасы бойынша кез келген уақытта алдын ала мақұлдама алса, онлайн түрде, ол көп мысалы банктерде бар, қалаған уақытында үй ала беретін. 2023 жылдан бастап өзгерді 7-20-25-тің жаңағы беру тәсілі.
бұрын 2022 соңына дейін бүгін одобрение алдым, бүгін үй таптым, құрылыс компаниясына ақшаны құйып рәсімдей береміз. Қазір олай емес. Әр кварталына бір беріледі, бір банктерде, және кейбір банктерде алдын ала мақұлдама алып қойсаңыз, өздері жаңағы ақшаның болған ақша бөлінеді ғой 7-20-25-ке деп, сол моменттерде шақырып алдын ала одобрениесі бар адамдарды пәтер тапса 10 күннің ішінде рәсімдеп алыңыз деп шақырады. Жалпы 7-20-25 бағдарламасы өте ыңғайлы. Көп жағдайда бір бөлмелі алып жатады, 2 бөлмелі алып жатады. 3 бөлме алам десе көбірек ақша керек, себебі 3 бөлме қымбатырақ болады. Және мынаны ескеру керек, 7-20-25 бағдарламасымен мысалы көбіне қара әрлеуде пәтерлер беріледі. Сіз ремонтын өзіңіз, жөндеу жұмыстарын өзіңіз жүргізу керек боласыз. Дайын үй болу керек, және ол үй банк бағалағанда соған сай болу керек. Үйдің документінен бөлек, ол үйдің коммуникациясы, ауласы, благоустройство істейміз, барлығы адам кіріп тұра бергенге жағдай жасалынып тұру керек. Сондай үйлерді сатып алуға болады. Сонда түсінген бойынша, мысалға 20 миллион үй ақша беріледі десе, 20 миллионға дейінгі сома беріледі. біз 25 ақша жылға. қоссақ болады, иә? Иә, мысалы былай ол 7-20-25. Сіз 22 миллион теңгелік үйді көріп тұрсаңыз, соның 20%-ын құрылыс компаниясына төлеп, қалған ақшасын банк арқылы аласыз. 18 миллионның үйін көріп тұрсаңыз, 3 миллион 600-ді құрылыс компаниясына төлейсіз, қалған ақшаны банк арқылы рәсімдейсіз. Максималды сома 20 миллионға дейінгі соманы береді. Негізі төлемі ақша қалта көтеретіндей, мысалы 20 миллионды максималды соманы 25 жылға берсе, ол 141.356 теңге ай сайынғы төлем шығады. Ол бір, 7-20-25 енді түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі шаңырақ бағдарламасы дедіңіз. Жалпы бұл бағдарламаға әкімдіктің үй кезегінде тұрған жандар қатысады. Жаңағы сіз айтқан статистика, менің парақшамнан мүмкін алған шығарсыз. Ол статистиканы кез келген адам бақылап отыра алады. Ол сол датаға байланысты берілген болатын. Үйдің кезегіне кімдер тұра алады? Бірнеше талап бар. Атында үйі жоқ, соңғы 5 жылда өзінің және отбасы мүшелерінің атында үйі жоқ болу керек, және арнайы санат болу керек. Сол адамдар тұра алады, бірақ Алматы, Астана қалалары бойынша кемінде 3 жыл тұрақты тіркеу керек, прописка 3 жыл болу керек. Басқа региондар үшін 3 жылдық жаңағы прописка деген талап етілмейді. Мысалы, мен Алматы облысында тұрсам, Өтеген Батыр кентінде, мен мемлекеттік қызметкер болсам, пропискаға бүгін тұрдым, мен кезекке тұра берем. Кезекке атында үйі жоқтан бөлек, жаңағы тұрақты тіркеуге байланысты талаптан бөлек, сіздің санатыңыз болу керек. Санат деген не деп кейбіреу сұрап қалуы мүмкін. Көп балалы отбасы деген, толық емес отбасы, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеуші отбасы, бірінші, екінші топ мүгедектері, мемлекеттік қызметкерлер, бюджеттік мекеменің қызметкерлері деген сияқты. Одан кейін пенсионерлер тұралады, жетімдер тұралады. Сол үйдің кезегіне тұратын санаттар бар. Кезекте KZ деген порталға, сайтқа онлайн түрде ЭЦП ключпен тұрасыздар. Еш қайда барып документ жинап шаршаудың қажеті жоқ. Сіздің категорияңызды анықтайтын құжат болу керек. Мысалы, көп балалы отбасы болса, 4 баладан ары қарай жүре береді. Сіз әр баланың иінін көрсетесіз, отбасы мүшелерінің барлығын даныларын көрсетесіз. Егерде сол барлық адамның атында соңғы 5 жылда үй болмау керек. Егер толық емес отбасы болса, ол ажырасқан болуы мүмкін, немесе жұбайы қайтыс болған, немесе мүлдем некеге тұрмаған деген сияқты болуы мүмкін. Баланы жалғыз асыраушы, балаларды немесе. Ол толық емес отбасыға жалғыз басты ана да, жалғыз басты әке де кіреді. Ол егер ажырасқан болса, жаңағы расторжение брака дейміз ғой, сол құжат керек, некені бұзу туралы, немесе решение суда дейміз, қандай құжат бар, ажырасқандығын дәлелдеу керек. Мемлекеттік қызметкер болса, сол мекеменің жаңағы биін тереді, пенсионер болса, пенсионер екендігін көрсетеді деген сияқты. Кезекке тұратын кезде 3/1 прожиточный минимум дейді, жаңағы табыс мөлшері сол 3/1 прожиточный минимумнан аспау керек болады. Сусын дейміз ғой, социальный уязвимые слои населения дейді, халықтың әлеуметтік осал тобы. Бұл топқа жаңағы жетімдер, толық емес отбасылар, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеуші отбасылар қатысады. Осыны кезекке тұрарда қарайды.
Оның барлығын базаға тіркегенде цп ключпен кіріп сол кезекті қабылдап алатын әкімдіктің қызметкерлері тексеріп жауабын сол онлайн түрде береді. Пенсионер болса да тура сол талап бар, 1/3 прожиточный минимумнан аспау керек. Енді әр адам өзінің санатына байланысты қандай құжат бар, мақұлдайтын оның сол санатын, соны дәлелдеп салу керек болады онлайн түрде. Кезекке тұрады шаңырақ бағдарламасы бойынша. Жалпы бұл шаңырақ деп жаңасы шаңырақ деген соны енді тоқталып жатырмын ғой басынан бастап. Бұл бағдарламаға қатысу үшін кезекке тұрады. Кезекке тұрғаннан кейін қашан шаңырақ бағдарламасы басталады, соған өтініш береді. Ол өтініш бергенде отбасыбанк.kz порталы арқылы жүреді. Сол жерде жарияланады, мысалы осындай Алматы қаласында жақында болды, Жасқанат ықшам ауданынан шаршы метрі 272 мың теңгеден таза әрлеуде пәтер болады. Соған кім үйдің кезегінде тұр, барлық санат өтініш береді. Өтініш бергенде қарайды, кім қай жылы үйдің кезегіне тұрды, сол адам бірінші өтеді. Кезек бойынша, иә? Кезек бойынша. Енді қараңыз, ол жерден андай. Мен 2022 жылы кезекке тұрдым, мен өтініш бермеймін, себебі енді ғана тұрдым деген болмау керек. 2023-те тұрдым. Ол жерде былай, мысалы, 9 қабатты үй, әр қабатта мысалы бір бөлмелі пәтер бар. 2 бөлмелі, 3 бөлмелі. Сіз таңдаған бір бөлмеліге неше адам өтініш берді, сол өтініш берген адамдардың ішінен кім бірінші үйдің кезегінде тұр, сол адам бірінші өтеді. Мысалы, 9 қабатты пәтер, 7-ші қабатын таңдадыңыз, иә? Сол 7-ші қабатқа мысалы 5 адам өтініш берді дейік. 2022, 2023, 20, 21, 19 деген сияқты. Солардың ішінен кім ерте тұр, сол адам бірінші өтеді. Егерде жаңағы өтініш беруден бірінші болып өтсе, банкке барып 5 жұмыс күнінің ішінде төлем қабілеттілігін растайды. Төлем қабілеттілігін растағанда, ол төлем қабілеттілігін растау деген бұл үйді алғашқы салымын құйса 10%, арғарай бұл кісі төлей ала ма, төлей алмай ма, сол үшін табысқа тексереді. Кейбіреу ренжіп жатады комментарийлерде, мүмкін оқыған шығарсыз. Біз кезекке бір тұрамыз. Одан кейін о жаққа тұрғанда бір тексереді. Өтініш береміз. Одан кейін жаңағы банкке барып тағы өту керек. Бір бітпейтін батпан құйрық деген сияқты болады да. Сондықтан енді қанша миллион теңгені сіздер қарызға алатындықтан ертең төлей аласыз ба, төлей алмайсыз ба, банк соны тексереді. Ол жерде іріктеуден өтеді екен ғой, иә, негізінде бұл қатты қиын нәрсе деп ойламаймын. Шынымен де ол адам сол санатқа жатса, 2/1 үйдің кезегіне тұрып үй ала алмайды ғой. Егер үйдің кезегіне тұрғаннан бастап дайындалса, көп отбасылар үй алып жатыр. Бізде практикада солай. Енді қазір жалғастыра кетейін. Егер де сіз шаңырақ бағдарламасымен бірінші болып өтсеңіз, отбасы банкке барып төлем қабілеттілігін растайсыз, өздері мерзім қояды, мысалы 5 жұмыс күнінің ішінде растау керексіз. Сол кезде сіздің табысыңыз осы алайын деп тұрған үйдің ай сайынғы төлемін жапқанға жету керек. Отбасыңызда неше адам бар, сол адамдардың мысалы әр адам басына 10 айлық есептік көрсеткіш, 10 МРП дейміз ғой, ол адамдардың ішіп жегеніне жету керек. Былай биылғы жылмен салыстырсақ 34.500. 34.500-ден әр адамның өмір сүргеніне кетеді деп есептейміз. Алайын деп тұрған сіздің үйіңіздің ай сайынғы төлемі 80 мың болса, бір бөлме соны жапқанға жету керек. Егер басқа банкте кредиттеріңіз болса, және соны жапқанға жету керек. Міне, сіздің табысыңыз, сіздің шығындарыңызды жабу керек. Сол кезде банк сізге жаңағы займды береді. Содан кейін кілтіңізді алып тұрып төлей бересіз. Вот сондай шаңырақ бағдарламасы. Негізі андай айтқан кезде бір ұзақ сияқты, қиын сияқты, бірақ шын ниетпен кіріскен адам ол нәтижеге жетіп жатыр, иә. Иә, негізінде мысалы көп балалы отбасылар бар. Үйдің кезегінде тұр, ол кісілер міндетті түрде енді біреу жұмыс істейді ғой. Кезекке тұрған соң декретте отса жұмысқа шығып дайындалады деген сияқты. Және мемлекеттік бағдарламада көп балалы отбасылар пособие, жәрдемақы алады. Ол жәрдемақы көп бала үшін алатын жәрдемақысы қосымша табыс ретінде есептеледі. Мысалы, табысы жетпей жатса, негізгі табысы өзінің жұмыс көзі және жаңағы пособие, бірақ балаға алатын 1 жасқа дейінгі деген пособие емес. Мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отқаны үшін алса, жаңағы көп балалы үшін алса деген сияқты, инвалидностьқа байланысты алса, олар қосымша
жалақы ретінде есептеледі. Негізгі табыс олар міндетті түрде жұмыс істеу керек, немесе жеке кәсіпкер болса соны қабылдайды. Одан бөлек, егер табысы жетпей жатса өтіп тұрған адамның, онда екі адамды займшылар, созаемщик дейміз, немесе гарант десек түсініктірек болады. Солай созаемщик ретінде тартса болады екі адамға дейін. Ол кез келген Қазақстан азаматын тартылады, өзінің жалақысы жетпей жатса. Ал сол енді қарапайым тілде гарант дейміз ғой. Сол гарант болатын адамның да несиесі болу керек па, болмау керек па? Негізінде былай. Негізі гарант пен созаемщиктің үлкен айырмашылық бар. Гарант ол полный барлық займды жабатындай жауапкершілік алса, созаемщик екеуін бірдей, теңдей дәрежеде, екеуін жалақысын қосқанда жабу керек деген сияқты ұғым. Ол негізі былай түсіну керек. Егер сіздің қанша кредит болғаны маңызды емес сіздің атыңызда, сіздің табысыңыз барлық шығындарды жапса болған. Мысалы, мынандай бар. Бір адам келеді, ол үй алайын деп жатыр, 3 бөлмелі, ай сайынғы төлемі мысалы 18 миллиондық үй алса, шаңырақпен 140 мың теңге шығады, табыс 140 мың сол алайын деп жатқан үйінің кредиті, ипотекасы, үйінде 5 адам бар. Ол кісілерге каждыйына 34.500-ден жаңағы шығын деп есептеге, күнкөріске кететін ақша. Одан кейін ол кісінің бір рассрочка дегені бар, телефон алып алған. Одан кейін бір автокредиті бар дейік. Міне, бәленбай кредиті бар. Бірақ ол кісінің, ол жеке кәсіпкер, оның тауар айналымы жақсы деген сияқты. Оның табысы жетсе жабуға, ол кісіге бере береді. Немесе ол кісінің табысы аз, бірақ ол табысы жетпегендіктен өзінен бөлек екі адамға дейін созаемщик тартылады. Екі созаемщиктің табысы және үй алайын деп жатқан созаемщиктің табысын қосқанда, екі созаемщиктің үйіндегі әр адам санының ішіп жегеніне жапқанын жету керек, ай сайын олардың кредитін жапқанын жету керек, заемщиктің кредитін жапқанын жету керек. Барлық кредиттерді жапқанға жетіп тұрса бере береді. Енді созаемщиктің атынан ол кредит міндетті түрде шығып тұрады. Егер ол болашақта үй аламын десе. Бірақ мынаны ескеру керек, 7-20-25 бағдарламасымен егер ипотекалық займы басқа біреуге созаемщик болып тұрса, ол өзі ала алмайды, атында үй жоқ болса да, соны бастысы ескеру керек. Ал егер сіздің жалақыңыз жақсы болса, барлық табысыңыз барлық шығындарды жапқанға жетсе, сіз бір емес бірнеше ипотека алу мүмкіндігіңіз болады. Соны егер табыстарыңыз жақсы болса, созаемщик болудан қорқудың қажеті жоқ. Бірақ үй алған адам ай сайын төлеп тұру керек. Егер кешіктірсе, төлемесе, просрочка жасаса, ол әрине созаемщиктердің де кредитная историясына әсер етеді. Минусқа кетіреді, ескеру керек. Бірақ енді үй алған адамдардың барлығы бір үймен шектеліп қалмайды ғой. Болашақта тағы бір үй алам, немесе адамға кесірім тигізбеймін, бір үймен қалып қоймаймын деп, енді ипотекалық займда көбінесе барлығы барынша тырысып төлейді. Одан кейін менің таныстарымның көпшілігі биыл Алматы жастар бағдарламасы бойынша үй алды. Құттықтаймын барлығын. Енді осы Алматы жастары бағдарламасына соған бір тоқталып өтсек, қанша жас аралығы, қандай мамандықтар ішінде тіркелу керек, одан кейін қанша жыл тұрғылықты мекенжай осы Алматы, немесе енді Алматы жастар Алматы ғой, Алматы болу керек деген сияқты, соның барлығын бір айтып өтсек. Алматы жастары қазір негізі үй аламын деп ізденген адамға мүмкіндіктер бар. Бірақ көп адамдар мән бере бермейді. Енді мүмкін қажет емес, мүмкін әркімнің өзінің уақыты келеді деген сияқты, үй алуға ойланып дайындалайын деген. Алматы жастары, Әулиеата жастары, Елорда жастары деп солайынан бағдарламалар қазір күннен күнге көбеюде. Алматы жастар бағдарламасы 35 жасқа дейін соңғы 5 жылда атында үйі жоқ Алматы қаласында жұмыс жасайтын жастарға арналады. Пропискасының жаңағы сіз айтқан мекенжайы тіркеуі Алматыда болу маңызды емес, міндетті түрде Алматы қаласында жұмыс жасаса болды. Маңызды емес, маңызды емес. 2020-дан бастап сол прописка бойынша талап жоқ. Енді 35 жасқа дейін бұл бағдарламаға қатысқанда бойдақ та қатыса береді. Жасы егер ерлі-зайыптының біреуінің жасы 40-та, біреуінің жасы 33-те болса да қатыса береді. Негізгі жаңағы өтініш беруші 35-тен аспау керек. Енді өтініш береді кімдер? Кемінде 6 ай жұмыс өтілімі болу керек. Сол арнайы
сфера, жаңағы арнайы салада жұмыс жасау керек. Білім, ғылым, денсаулық сақтау саласы, коммуналдық, биылдан осығанға дейін осы мәдениет, әлеуметтік сала, құқық қорғау органдары деген сияқты салалар болған. Биылдан бастап коммуналдық мекемеде жаңағы Алматы су, Алматы жарық деген сияқтылар қосылды. Жарық, жылу, сол саланың мамандары да қатыса алады. Осы аталмыш салалардың адамдары қатысады. Қатысқаннан кейін конкурс жүреді. Ол жерде бал береді. Кімнің стажы қанша, кімнің бала саны қанша, кім бракта қанша жыл, соның барлығына бал береді. Кімнің балы жоғары, сол бірінші өтеді. Және кімнің халықтың әлеуметтік осал тобына жатады, бағана айттық қой, социально уязвимые слои населения деп, сол кісілерге қосымша бал береді. Мүмкіндігі шектеулі баласы бар, немесе жетім болған, сондай санаттағы адамдарға береді. Енді өтеді. Ол жерде де тура солай, кейбіреу айтады, менің балым 28 балл, мен өтем бе деген сияқты сұрақ қояды. Мен ол жерде қарайды. Сіздің сала бойынша, мысалы денсаулық сақтау, білім, мәдениет, жаңағы коммуналдық мекеме, құқық қорғау органдары, әлеуметтік сала. Сіз өтініш беріп тұрған сала бойынша өтініш берген адамдардың балдарын есептейді. Солардың ішінде кімнің балы жоғары, сол кісілерге жолдама береді. Жаңағы 14 жұмыс күнінің ішінде отбасы банктың бөлімшесіне барып төлем қабілеттілігін растау керек. Осы Алматы жастар бағдарламасының шаңырақтан айырмашылығы бар. Мысалы, ол жерде төлем қабілеттілігін растағанда, жан басына шаққанда 10 МРП, 10 айлық есептік көрсеткіш деп есептедік. Жаңағы осығанға дейін. Ал Алматы жастарында 15 МРП, жан басына шаққанда. Кішкене жалақы бойынша талап жоғары. Одан бөлек сізге қарайды. Сіздің табысыңыз жан басына 15 МРП-дан ай сайынғы шығынды есептегеннен бөлек алатын кредитіңізді жапқанға жету керек. Банк 18 миллионға дейінгі ғана соманы береді. Егер қазір Алматыда 18 миллионға үй табу оңай емес. Егер сіз үй алғыңыз келсе, үстінен ақшаны жақсырақ үй, кеңірек үй алғыңыз келсе, 18 миллионға көбіне кухня студия немесе Алматының шетінен бір бөлмелі пәтер аласыз деген сияқты. Егер 22-23 миллионға үй алғыңыз келсе, қалған соманы өзіңіз қосасыз қолма-қол. Осындай. Одан кейін Алматы жастарында жаңа үй алсам десеңіз де құрылыс компаниясынан немесе қайталама нарықтан біреудің сатып жатқан үйін алам десеңіз де таңдап алуға болады. Мысалы, панель үй алам десеңіз, салынғанына 50 жылдан аспау керек. Кірпіш үй алам десеңіз, салынғанына 60 жылдан аспау керек. Монолит алам десеңіз де солай. Сіз өзіңіз нарықтан, қалаған мекенжайдан, қалаған локациядан үй таңдай аласыз, пәтер таңдай аласыз. Мысалы, Алматы жастарының бір несі сондай. Артықшылығы десе де болады. Көбіне мемлекеттік бағдарламамен үй бергенде, ол шаңырақта нарықтан қолжетімдірек, нарықтағы бағадан арзанырақ болады. Ал Алматы жастарында сіз нарықта қандай баға, сондай аласыз. Қалаған үйді таңдауға мүмкіндік. Қалаған үйді таңдайсыз, және баға басқа болады. Шаңырақтағыдай әкімдік қойған баға емес қой сіз. Одан кейін табыс есептеу барысында ол жерде де 2 адамға созаемщик тарта аласыз. Сонымен қатар 15 МРП-дан бөлек сіздің табысыңыз Алматы жастарында алайын деп отырған кредитті жапқанға жету керек, жан басына шаққандағы шығынды жапқанға жету керек, және тағы да үстінен 10% қалу керек. Жалақыдан сондай талаптары бар. Ары қарай енді былай тереңірек айтатын болсақ, және қарайды, сіздің жалақы мөлшеріңіз қанша. Мысалы, сіздің жалақыңыз 90 МРП-дан көп болса, онда кредиттеріңіз жалақының 70%-нан аспау керек деген талап бар. Одан төмен болса 60%-нан аспау керек кредиттеріңіз жалақының деген сияқты. Әр бағдарламада төлем қабілеттілігін растауда өзінің сондай өзгешеліктері бар. Және Алматы жастар бағдарламасында, мысалы, шаңырақ бағдарламасымен үй алатын болса, ол кісілердің категориясы болса, жетім, бірінші, екінші топ мүгедегі көп балалы отбасы, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеуші отбасы деген мемлекет тарапынан 1,5 миллион теңгеге дейін қайтарымсыз ақша береді. Алматы жастарында ондай жоқ. Өтініш беретін кезде төлем қабілеттігін растағанда 18 миллионға дейінгі сома алайын деп тұрса, соның 10%-ын бірден салу керек Алматы жастар бағдарламасында. Сондай.
Одан кейін жаңағы шаңырақ бағдарламасы бойынша 10%, мысалы сіз конкурстан өттіңіз, міндетті түрде шотыңызда 10% болу керек емес, соңғы моментте салсаңыз болады. Төлем қабілеттілігін растауға келгенде салу міндетті емес. Ал Алматы жастарында сіз міндетті түрде 10% саласыз, содан кейін тек төлем қабілеттілігін растауға, мақұлдама алуға өтініш бере аласыз. Көбісі бұл мемлекеттік бағдарламалар тиімсіз деп ойлап қалады. Содан кейін сіз айтыпсыз, мемлекеттік бағдарламалар сізге 18 миллион, 20 миллион бергенмен жаңағыдай ақша қосуға болады деп айтып тұрсыз. Тағы бір айтқаныңыз бар. Сіз бір бөлмелі үйді дәл қазір қанша ақша жетіп тұр, соны ала беріңіз, кейін бағдарламаны кеңейтуге болады деп. Осы кеңейту деген тұсын бір ашып айтып жіберсеңіз. Негізі соған келе жатқанбыз. Жаңа қараңыз, ол жерде мүмкіндік көп. Сізде бір үй бар ма? Сізде бірнеше вариант бар үй кеңейтуге болатын. Сіз ол үйді егер кредитін жапсаңыз, под залог қойып, екінші үй алатын сізде мүмкіндік бар. Ол бір. Одан кейін сіз ол үйді сатсаңыз, мысалы, Алматы жастарымен осыдан 2 жыл бұрын, 1 жыл бұрын үй алғандар 18 миллион қалды десек, қазір ол үйдің бағасы 18 миллион емес қой, олар қарызын азайтып, тіпті қарызын жаппай үйді сата алады ол кісілер, дұрыс па? Сондай бар. Кейбіреу мүмкін, білмеуі мүмкін. Үйіңіз қарызда тұрса да, залогта тұрса да, сіз сата аласыз. Бір мысал, қарызын полный жатса, под залог, екінші пәтерге мүмкіндік бар. Одан кейін сіз пәтеріңізді сатсаңыз, 1 жыл бұрынғы, 2 жыл бұрынғы бағадан қымбат сатасыз, қосымша үстінен ақша сізге түседі, және өзіңіз қарызыңызды азайтқаныңыз бар. Сіз сол ақшамен уже 2 бөлмелі үйді 30% алғашқы салыммен алуға мүмкіндігіңіз болады. Немесе сіз ақшаны үйді сатып 50% қылып, мүмкін ол келесі бір үйдің 50% болуы мүмкін, 50% алғашқы салым салып, тағы да солайынан бір ипотека алсаңыз болады. Одан бөлек мемлекеттік бағдарламаларда үй кезегіне тұратын кезде расширение деген бар, бірақ мемлекеттік бағдарламамен сіз бір-ақ рет үй аласыз. Осыны ескеру керек, егер осыған дейін мемлекеттік бағдарламамен үй алсаңыз, расширениемен үй ала алмайсыз. Мысал, бір адамдар болады, жатақханада тұрады, общежитие дейміз ғой, ол үйде бір 5 адам, 4 адам тұрады. Ол кісілер қандай да бір санат болса, мүмкіндік шектеулі жағын, мемлекеттік қызметкер, жаңағы жоғарыда айтылған санаттардың біреуі болса, үйінің квадратурасының бір адам басына кемінде 15 квадраттан тию керек қой. Сол бір адамға 15 квадраттан кем тисе, арнайы санэпидемстанциядан справка алып, солайынан үйдің кезегіне тұруға болады. Бірақ үйді сіз осыған дейін бір рет шаңырақпен однокомнатный алып қойсаңыз, или Алматы жастарымен бір однокомнатный алып қойсаңыз, қайтадан үйді кеңейтуге кезекке тұра алмайсыз. Осыған дейінгі бар үй, ол не болмау керек, мемлекеттік бағдарламамен алынған болмау керек. Бірақ 7-20-25 бағдарламасымен алып алса, ол адам тұра алады үйге. Сол. Мен сіз көргенсіз ғой, оны көп айтам. Көп адамдар былай үйдің кезегіне тұрады, әрі пәтерде тұрып жатады. Содан айтады, мен мемлекеттік бағдарламамен қашан алам. Хотя ол адамда мүмкіндік бар, қазір 7-20-25пен бір бөлме алып кетуге. Мен айтам, бір бөлме алайық, сіз содан кейін сол үйде тұрып жатасыз, пәтерге төлемейсіз, сол үйіңіздің кредитін төлеп жатасыз, әрі кезек-кезек тұрып үлгересіз. Содан кейін болашақта жаңағы шаңырақ немесе бақытты отбасы бағдарламасымен үй аласыз деген сияқты. Енді бұл саланы былай айтайын, үнемі бақылап жүру керек. Өзгерістер болады. Мысалы, бұрын болғанда, тіпті осыған дейін 2023-ге дейін, 2022 жылдың аяғына дейін 9 квадрат жетпей тұрса, 5 квадрат жетпей тұрса, расширениемен кезек ала беретін. Қазір талап қатал. Осыған дейін 19-20-21 жыл бізде бір рет мемлекеттік бағдарламамен алса, екінші рет тағы да расширениемен тұрып алып кеткен адамдар бар менде практикада. Қазір олайынан тұрғызбайды. Алматы жастарымен үй алып, расширениеге тұрып үй алып кеткендер бар. Тек қандай кеңесті естисіз, соны уағында қолдану керек. Сондықтан жаңағы сіз мен инстаграмды көрген болып тұрсыз ғой, сол жерде айтылған кеңестер, мен бір
рилстарды түсірем, бір жылдан кейін келіп тұрады ғой сіз өстіп айттыңыз деп. Сіз датаға қарау керек, және бірінші болып көріп жатсаңыз не айтсам да соны қолданып қалған дұрыс. Өйткені бүкіл айтылатын видеолар, стористегі ақпараттың барлығы тек қана мен банкте жұмыс істеген жоқпын ғой. Банкте жұмыс істеп жүріп үй әпердік адамдарға, солай жетекшілік жасадық. Тек теория емес оқып алған, біз соны жүргізіп жасап командамызбен соны айтамыз адамдарға. Осылай жасаңыздар деп. Кім істейді, сол адамдар алып жатыр. Барлығы бар нәрсе. Үй алам деген адамға жаңағы баспанамды кеңейтем, ізденген адамға мүмкіндіктер бар бізде, шыны керек. Ал егер де мен Алматы жастарымен үй алып, бірнеше жылдан кейін 7-20-25 алуыма болады ғой? Иә, бірақ сіздің Алматы жастарымен алған үйіңіздің кредитін жауып, атыңыздан басқа біреуге аударып тастасаңыз, на момент подачи кредитной заявки, бағана айттым ғой. Кеше үй болды, бүгін сатып жібердіңіз, немесе біреудің атын аудардыңыз, сіз болды 7-20-25 ала аласыз. Ол жерде талап жоқ 7-20-25, соңғы 5 жылдатын үй болу керек деген сияқты. 7-20-25 үй алу үшін сіз кезекке тұрмайсыз. Яғни плюсы көбірек екен, иә? Ну, иә, бірақ сома шектеулі, бірақ соның өзінде алуға болады. Одан кейін барлығы мүмкіндік, әр бағдарлама мүмкіндік үй алам деген адамға. Одан кейін ұмай деген бағдарлама туралы естідім, бірақ ақпарат енді көбірек біле бермеймін. Ұмай деген бағдарлама туралы мен ютубқа түсіргем, инстаграмға түсіргем. Ол бағдарлама былай: әйелдер ипотекасы отбасы банк арқылы жүреді. Кез келген уақытта емес, арнайы бір мерзімде лимит бөлінеді, сол кезде үлгеріп қалу керек. Ол бағдарлама бойынша табыс мөлшері, отбасылық табыс мөлшері 640 мың теңгеден аспайтын отбасыларға арналған. Бірақ займ тек қана әйел адамдың, нәзік жандылардың ғана атына рәсімделеді. Ол жерде пенсионер болса да, жұмыс жасайтын пенсионер болсын, пенсия мөлшеріне, нәзік жандың атында қандай табыс бар, соған қарайды, тіпті стипендияны да қарастырады. Бірақ ол жерде егер табыс 550 мың теңгеге дейін болса, жаңағы сізге займ мөлшерінің тек қана 80%-ын береді. Яғни сізде 20% алғашқы салым болу керек. Ал егерде сіздің табысыңыз 550 мен 640-ның арасында болса, сізге 85%-ын береді. Жалпы сіз алатын үйдің оценкасы 30 миллионнан аспау керек. Ол деген қалай? Мысалы, банк арқылы үй алғанда міндетті түрде 50%-ын салып, мысалы, көбі былай ғой, үйім 50 миллион тұрады, міндетті түрде 25 миллион салып, үстінен 25 миллион алу керекпін деп ойлайды. Міндетті түрде 50-50 десе сондай ұғым болады. 50%-ын салып, 50%-ын береді. Егер сізде 40 миллион болса, жетпей тұрған 10 миллионын алсаңыз болады банктен. Егер 20 миллион тұрса, сізде 15 миллион болса, 15 миллионға 5 миллион жетпей тұрса, сол жетпей тұрған 5 миллион, 20 миллиондық үйдің 5 миллион жетпей тұрса, сол 5 миллионды ғана банк арқылы алуға болады. Енді әр адамның қаржылық жағдайына, алғашқы салымына, төлем қабілеттілігіне байланысты индивидуально қарастырылады. Әркім бөлек-бөлек қарастырылады. Кредитный историясы, табыс мөлшері, табатын ол кісілердің созаемщигіне байланысты деген сияқты. Ұмай бағдарламасы негізі ол жерде жаңағы пайыз мөлшері жоғары дегенмен де ол бағдарламамен алып жатқан адамдар бар. Және ол жерде ремонтқа деп те алғашқы салымсыз 3.700.000 теңгеге дейінгі ақшаны алуға болады. Екінің бірі ұмай бағдарламасымен ала алмайды, себебі ол жерде платеж өте көп. 13,5%. Міндетті түрде енді созаемщиксіз алатындар бар, бірақ көп емес. Міндетті түрде көп жағдайда созаемщик тарту керек болады. Одан кейін сізден мемлекеттік бағдарлама бойынша сұрақтан бөлек, қандай үй алған дұрыс деген көбірек сұрақтар келеді екен. Яғни первичный үй алған дұрыс па, яғни біріншіліктегі немесе екіншіліктегі үй дұрыс па, қандай кеңес айтасыз деп, сол жөнінде айтып өтсеңіз. Первичный жилье дегеніміз алғашқы нарық. Сіз бірінші қожайын боласыз, тікелей құрылыс компаниясын сатып аласыз. Вторичный жилье қайталама нарық немесе екінші нарық дейміз, сіз біреуден сатып аласыз. Бұл жерде де қатып қалған мынау дұрыс, мынау первичный жилье дұрыс, вторичный жилье дұрыс деп айта алмаймын. Себебі, тағы да айтам,
өзінің артықшылығы мен ерекшелігі бар. Ол неда бос жақында ғана түсірілген мендегі видео ғой. Ол жерде былай, мысалы мен сондай осыдан 2 жыл бұрын үй алғанда мен мынандай адам болғам. 4 жыл өтіп кетті. Мен вторично жилье аламын. Себебі осығанға дейін біреу тұрып көрді, ағатын суы ақты, төбеден бірнеше рет светі өшті деген сияқты кішкене жаңағы негізінде көп адамдарда бізде сондай нәрсе бар. Мен новый үй алсам, ана жері құлап жатады, бір нәрсе төбесінен су ағып жатады, тағы ауласы, кішкене адам тұрып үйреніп қалған, қалыпты өмірге үйреніп қалған тұрғын үй кешенінен алғым келеді деген сияқты. Мысалы, жаңа үй алғанның да өзіндік плюстері бар. Жаңа үйлердің сол жерде комментарийді қарасаңыздар, ой, жаңа үйлер сапасыз деп айтады. Әртүрлі, барлық кез келген тұрғын үй кешені жаңадан қолданысқа берілгенде 1-2 жылға дейін міндетті түрде қандай да бір жаңағы ақаулықтар шығып жатады. Өзіміз үй салсақ та міндетті түрде бір дұрыстау керек жерлері болады. Батареясын ауыстыру керек, терезесін ауыстыру керек, плесень болып кетті деген сияқты, терезесі буланады деген сияқты. Сондықтан жаңа үй дегеніміз, қалай айтсам болады, бір жаңадан өмірге келген бала сияқты ғой, пока жүріп, айтып, үйтіп, дамып кетем дегенше деген сияқты. Көп жағдайда ондай олқылықтар болады, көш жүре түзеле келеді дейді, ол уақыт өте түзеледі. Енді ең басты нәрсе қазір бізде жаңа үй болсын, ескі үй болсын, баға локацияға байланысты болып тұр негізінде. Үйдің орналасқан жеріне. Мысалы, Абай Момышұлыда 1 бөлмелі пәтер 30 миллион болса, мен 3 бөлмелі пәтерді Алатау ауданынан 30 миллионға тауып бере аламын. Мысалы, бар. Көрдіңіз ғой, бұл жерде квадрат метрі емес, шаршы метр емес үйдің 3 бөлме мен 1 бөлмеде өте үлкен айырмашылық. Бұл жерде локация рөл ойнап тұр. Мектеп, балабақша, поликлиника, метро, торговый центр бәрі жанында деген сияқты. Әркімнің өз таңдауына байланысты. Вторичный жильеларда бар, ескі, подъезіне кірсең иіс шығып тұрады, жаңағы несін подвалын су алып қалады деген сияқты. Ондай жаңа үйлерде де бар. Сондықтан ол әркімнің жеке таңдауы. Әрине, шамаң келсе, кең, жаңа, потологы биік үйде тұрғың келеді. Витражный окна деген сияқты. Алматыда тау әдемі ғой көрінісі. Сондайды бақылап тұратын жақсы үйде тұрғың келеді. Ол енді көбінесе жаңа үйлерде сондай бар. Потологы почти 4 метрге дейін деген сияқты. Нарықта адамдардың сұранысы да әртүрлі, қаржылық жағдайда әртүрлі, бюджеттері әртүрлі. Сондықтан кім қалай сұрайды, сол нәрсе табылады. Барлығы бар. Одан кейін енді тағы бір сұрақ, бұл депозит сатуға байланысты. Яғни мен түсінгенім бойынша бір адам өзі бірнеше жыл бойы депозитке ақша салып жинады, кейін онысын сатылымға қоя алады. Оның да сонда уақыты бар ма? Осынша уақытқа дейін сату керек, осы мерзім аралығында деген. Депозит сату деген бұл отбасы банкте бар. Негізінде депозитті сатып алу тиімді, егер өзіңіз жинамаған болсаңыз. Бір адамдар болады, үйін қазір ғана сатты, міне бүгін сатты, енді 2 бөлмелі 1 бөлмелі үйін сатты. Сол сатылымнан түскен ақшасын алғашқы салым ретінде салып, 3 бөлмелі 4 бөлмелі үй алайын десе, өзінде жиналған сыйақы мөлшері болмаса, депозиті болмаса ала алмайды. Сондай жағдайда бір үйдің депозитін сатып алады. Біріншіден, егер өзі жинаса, әрине, ол жерде бұл үлкен тема. Енді шын айтам, қазір бір подкастта айта алмаймын. Депозитті жинасаңыз, егер өзіңіз жинасаңыз, 2% сыйақы опы дегенді көбі түсінеді, бірақ мәнісі мынада ғой. Банк қойып қойған. Егер де сізде депозит жоқ, депозит аштыңыз, қазір алып кеп 50% салсаңыз ала алмайсыз. Сізде 2,5 деген опы болу керек. Соны сіз жинасаңыз ғана рәсімдей аласыз. Оның өзінде сіздің пайызыңыз жоғары болады. Егер ақшаңыз 3 ай жатса, 2,5 опыға жетеді, сіз рәсімдей аласыз мысалы. Вторичный жилье алатын болсаңыз 10%. Ал егерде сіздің опыңыз 5 деген дәрежеге жетсе, 6 ай жатса жарты ақшаңыз, сіз рәсімдей аласыз. Ол кезде 8,5% деген сияқты. Егер өз ақшаңыз жатса. Одан кейін сізде срок болмаса, сіз ойлаңыз, ақшаңыз жатты 6 ай. Ары қарай
30 ай бойы жалпы сомаға пайыз төлейсіз, жаңағы 8,5%. Сондай нәрселерден төмен пайызбен алу үшін және ұзақ мерзім жалпы өзінің салған ақшасына да банк берген ақшаға да пайыз төлемеу үшін адамдар басқа біреудің депозитін сатып алады. Сатып алғанға кеткен ақша ол жаңағы аз болсын көп болсын бәрібір де сіз ұтасыз, чем өзіңіздің депозитіңізге салып рәсімдегенше. Енді ол нәрсе тоқтайын деп жатыр 21 тамыздан бастап. Сондықтан егер отбасы банкпен болашақта үй аламын десе, жинаған дұрыс. Себебі сіз егер өзіңіз жинасаңыз, сіздің мерзімі депозиттің кемінде 3 жыл болса, және опы 16 деген дәрежеге жетсе, осы жерде жақсылап түсініп алу керек. Опы бұл бағалау көрсеткіші. Әр сома үшін 16 әртүрлі. Мысалы, сіз 20 миллионға үй аламын деп 10 миллионды жинасаңыз, 3 жылдық мерзімнен бөлек сіздің жаңағы сыйақы мөлшеріңіз 320 мың теңге болу керек. Әр миллионға 16 мың теңге. Осыны ұғу керек. Көп адамдар бітеді. Менің опым 16 болып тұр, 2,5 миллион теңгем бар. Мен енді 20 миллионға үй алам, опы 16, неге маған 5%бен бермейсіз? Ол кісінің шарттық сомасы 5 миллион болып тұр. Ол 5 миллионның 50%-ын жинаған үшін 16. Егер қазір оны 20 миллионға көтерсе, оның опысы азайып қаралады. Сондықтан тек қана сіздер бұл жерде опыны сыйақы, 2% сыйақы мөлшер деп түсіну керексіз. Сыйақы мөлшерін көбірек алу үшін қолыңызда ақша болса, бірден банкке салған дұрыс. Мысалы, бүгін 200 мың салсаңыз, уже 2% сізге 200 мыңнан жүреді. Көп адамдар айтады, 2 миллион бар, ай сайын бөліп салайын. Жоқ, сіз 2 миллионды бірден салыңыз, себебі 2% бірден 2 миллионға жүреді. Сондықтан неғұрлым ерте және көп мөлшерде ақша салсаңыз, сізде соғұрлым сыйақы мөлшері көп болады. Енді екінің бірінде ондай бір жерде полный көбірек 2 миллион, 1 миллион деген ақша жоқ қой. Сол себепті де мүмкіндігінше ай сайын салып жалақысынан солайынан жинайды. Жинаған адам ұтылмайды. Бірақ мынандай нәрсені түсіну керек. Көп адамдар бітеді, опы 16-ға жеткізіп алам, 16-ға жеткізіп алам. Кейбіреуі ақшаны жинаған, бірақ оның опысы 16-ға жарты жылдан кейін, 8 айдан кейін толады. 3 жылдық мерзім бар, жарты ақша жатыр. 8 ай 1 жылдан кейін жететін болса, үйдің бағасы одан да өсіп кетеді. Одан да сіз жоғары пайызбен ала беріңіз. Сонда ұтасыз. Сіз опыны толтырам дегенше, жаңағы 16-ға үйдің бағасы сізді күтпейді, келесі жылға дейін өсіп кетеді. Сіз тіпті онда ұтылып қаласыз. Сондықтан әр адамның депозитына, алғашқы салымына байланысты ол тоже индивидуально қаралатын нәрсе. Ең бастысы бұл жерде ұғу керек. Қазір депозит сатып алу тоқтайды 21 тамыздан. Осығанға дейін егер өздері жинаса, кемінде 3 жыл жаңағы опыны 16-ға жеткізсе, төлем қабілеттілігін растамай алады. Ал қазір сатып алып жатқан адамдар опы 16-ға жеткізіп те сатып алатын болса, ол кісілер бәрібір төлем қабілеттілігін растайды. Ал енді осы депозиттегі ақшаның болуы, мынау біз банаға айтып кеткен Алматы жастары 7-20-25-ке әсер ете ме? Жоқ. 7-20-25 үшін отбасы банктегі депозитке қарамайды, ол отбасы банкте жоқ, басқа банктермен жүреді. Алматы жастарында да сіздің алғашқы салымыңыздың бар жоғына қарамайды, мүлдем де тіпті депозит жоқ болып, сіз Алматы жастарына қатысып бірінші болып, мысалы жолдама алып банкке келгенде сала салсаңыз да болады. Яғни бұл жаңағы депозитке ақша толтыру деген нәрсе 30%, 50% алғашқы салымдар мен үй алам десеңіз маңызды. Бірақ егер болашақта отбасы банкпен үй алам десеңіз, Алматы жастар болсын, шаңырақ болсын, төмен пайызға, мысалы басында 5% болады, кейін 4,5, сондай төмен пайызға өтем десеңіз, сіздің жаңағы сыйақы мөлшеріңіз көп болған сайын, ол өзіңізге жақсы. Сол үшін жалпы отбасы банкпен болашақта үй алам деп жүрсе, дайындалып жүрсе, жинаған абзал. Біраз талқыладық, біраз әңгіме айтылды. Осы үй аламын, үй алуға ниеттеніп жүрмін деген адамдарға нақты бір қандай кеңес айтасыз? Ол ақшалай, қаржылық жағынан болсын, осы депозитке ақша жинау жағынан болсын, бір өзіңіздің қысқаша кеңесіңіз айтып өтсеңіз. Айтатын кеңес көп. Мені Инстаграмнан тыңдап
сол қайта кеңестерін айтып қоймады деп жүрер. Сол Болатханқызы Мадина парақшама кірсе болады. Одан кейін айтайын деген, мен өзім осы ақша жинау деген нәрсеге декретте отырып келген адаммын. Осындай подкасттарды қыздар көріп отырса, декреттегі үй алған адамдардың да көп бөлігінде пайыз бойынша шаққанда айтатын болсам, мысалы 80% отбасында әйел адамдар бастайды. Үй алайық, жинайық деген сияқты. Сол еркегін тапқанда жинайтын солар. Басында барлығы маған жазады ғой, вот күйеуімнен тығып жинап жүрмін, сізге консультацияға барайын деген, күйеуім керек емес деп айтты. Бірақ мен өзім түсініп тұрмын, күйеуімді бірге әкеп енді подтверждение алайын, жинап жүргенім дұрыс деп айтыңызшы деп сөйтіп келеді көпшілігі. Сондықтан қыздар, студент қыздар, декреттегі аналар, жалпы үйлі болғыларыңыз келсе, қанша теңгеден болсын жинауды тоқтатпаңыздар. Егер мен Инстаграм парақшамда актуальный бөлімінде көрсеңіздер, мен декретте отырғанда насколько сондай 88 теңгеден, 100 теңгеден, 300 теңгеден салғам, менде сол тұр, выписканы қойып қойғам. Постоянно үнемдесең, жету қиын. Үнемдеу де керек, табыс та табу керек, жолын табу керек. Қазіргі нарықта сондай. Үнемдей білу керек деген, мысалы, мен айтам, киімің бар ма, киетін, екінші, үшінші киімді алма. Любой киімді алатын кезде қыздарға айтам, содан басталады ғой жинау деген. Просто декреттегі аналар бұндай нәрсені көп керек, содан айтып жатырмын. Любой бір нәрсе сатып аларда өзіңе 3 рет қой сол сұрақ дейін. Маған мынау шынымен керек па? Шынымен керек па? Шынымен керек па? Екінші, үшінші сұрақ қойғанда сіздің уже ойыңыз өзгереді. Кофе мен темекіге құмарларға оны да айтам. Міндетті түрде ол ақша үнемдеуге көмектеседі. Біреу айтады, 5000 депозиті бар, пустой, 3 жылдық, 4 жылдық. Хотя темекі мен кофеден үзбейді. 5000 теңгеден болсын салуға болады. Мысалы, мен бұрын былай жинайтын, KFC-ге, мысалы, фастфуд деп айтайық, фастфудқа жиі барып кетеді ғой, көбіне. Бір жерге барасың, міндетті түрде киім алсаң да, кинодан шықсаң да, қонаққа барсаң да, бір жерге барып жегің келіп тұрады. Так, өткенде бардым, осы жолы бармай қойын, үйге барайын. Өткенде киім алдым, осы жол одан да депозитке салайын. Сүйіншіге келеді, там бір нәрсеге деген келе береді ғой. Ол декретте отырғанда оның бәрі керемет ақша болып көрінеді саған. Сондайдың бәрін мен депозитке лақтыратын. Сөйтіп депозитте жинап күйеуіме айтам, қараш, мен осынша ақша жинадым. Егер мен салмағанда депозитке, менде осынша болмаушы еді. Сөйтіп сала берейік деп біз сол салу әдетке айналды. И тура осыны қайталап қанша мамалар, мен оқырмандарым ақша жинағандар бар, маған жібереді. Сіздің айтқаныңыз жасадық, осылай істейтін болдым. Кафеге баратын 15 000-ды одан да осы жаққа салдым. Біреу сөйтіп темекі қойдым деді, кофені аз ішетін болдым деді. Күніне 1800 теңгеге кофе ішіп қоямын деген адам болды. Мен сол бірақ бір ғана стакан ішетін болып қалғанын жинадым. Сөйтсем жинауға болады екен, айына 30 000-нан деген сияқты отзывтар, комментарийлер келеді. Сондықтан жинау үшін міндетті түрде айына 100 000, 200 000-нан салу керек деген өздеріңізге шектеу қойып алмаңыздар. Ой, жинап жатқан 5000 теңгем не болады? 15 миллиондық, 50 миллиондық үй үшін деп. Мен қазір өзім бірнеше пәтер алдым, білесіз, оқыған шығарсыз. Сондай пәтерлерге жол менің кішкентай ақша жинауымнан басталған. Сондықтан сол қандай ақша болсын жинауды тоқтатпаңыздар деймін. Қашан сіздер жинап бастайсыздар, қашан ізденіп бастайсыздар, алдыңыздан мүмкіндіктер шыға береді. Үй алудың да бірнеше түрі бар, жаңағы табысты растауға байланысты. Міндетті түрде сіз жаңағы алға қарай жылжысаңыз, міндетті түрде әртүрлі есіктер ашылатын, мүмкіндіктер есігі. Шынымен күшті айттыңыз, өйткені бізде мынандай иллюзия болады ғой, ол жаңа 20 миллионның үйі десе, міндетті түрде тек қалтамызда 20 миллион тұру керек сияқты. Ал оған жаңағыдай 5 000-нан, немесе сіз айтқандай 80 теңгеден жинау дегенді көз алдымызға елестете алмаймыз. Көбіне бір дайын ақшамен бірден барып үй алу керек сияқты, ал ол болмаса бірден өшіп қалады. Маған бір отбасы келген. Өте әртүрлі отбасылар келеді. Атақтылар келеді, блогерлер, әншілер, жазушы. Неше түрлі адамдар келеді. Сонымен бір кісі маған 2018-де келді, 2019-да келді, 20-да келді. Сонымен айттым, сіз маған осымен 3 жыл келіп жатсыз. 3-ші жыл. Сіз 3 жылда қанша ақша жинадыңыз? Жинаған жоқпын.
0 депозит. Сіз тағы 3 жылдан кейін маған келесіз, тағы да үйсіз жүресіз, сөйтіп 6 жыл болады. Сіз хотя бы осынша теңге жинаңыз деп, сол кісілер 2022 жылы 10% жинап сөйтіп пәтер алды. Менде парақшамда тоже отзыв бар, көрсе. Сондықтан просто мен айтқым келеді, 20 жыл пәтер жалдап жүрмін, 10 жыл, 15 жыл пәтер жалдап жүрмін, 5 жыл пәтер жалдап жүрмін дегендер бар. Сіз әлі тағы қанша жүресіз? Бүгін жинамасаңыз, сіз ертең де арғы күнде жинамайсыз. Сізге ешкім көмектеспейді өзіңізден басқа. Сондықтан қанша теңгеден болсын жинаңыз. Мысалы, қазір 20 миллиондық үйді жұмыс жасайтын отбасылар осы орташа 200-300 мың ғой жалақы, 7-20-25 пен 300 мың теңгелік жалақы болса, бір бөлмелі үй алуға болады. 7-20-25 2029-ға дейін, мысалға. 2 миллион жинаңыздаршы, содан 4 миллион, 2 миллион қазір енді оғанға 4 миллион жинаңыздаршы. Сіздер 4 миллион жинасаңыздар, ол деген 20 миллион теңгелік үйдің 20%. Потом 4 миллион алып кеп, кредитный историям дұрыс, 300 мың теңгелік общий жалақым бар деп, үй ала алмаймын деңіздер, айтады мұрын кесіп берейін деген, тура сондай. Түкте шынымен ниеті бар адамдарға ақша жинаған адамға алуға болады. Егер сізде официально жалақы болса, мен адамдарға айтам, атыңыз үйде жоқ па, қазір ашыңыз, қазір одобрение алып берем. Сөйтіп одобрение алып берем, потом ақша тауып сөйтіп алып кеткендер бар. Сондықтан өздеріңізге уақыт қойыңыздар, немесе хотя бір бөлме алайын, потом 2-3-ке ары қарай кете берем деген сияқты. Біреуінен бастасаңыз болды, жол ашылады. Расымен, осылай егерде өзі ниет қойса, шынымен баспаналы болғым келеді деген балалары үшін, өзі үшін, жайлы өмірді қалаған адам үшін негізі сіз айтқандай есіктер бар екен. Осы подкастты егер көріп отырсаңыздар, әлі күнге шейін пәтер жалдап жүрген жандар болса, міндетті түрде Мадина ханымның блогтарын оқыңыздар, сол жерден өздеріңізге керек кеңес аласыздар. Сонымен қатар сіздің өзіңіздің командаңыз бар, көмектесетін үй алуға байланысты. Бізде үй алайық деген ипотекалық компаниямыз бар. Отбасы банкте 7,5 жыл жұмыс жасадым, официально. 7,5 жылдан кейін банктен шығып, сол банктегі командамның жартысымен біз үй алайық деген ипотекалық компания құрдық. 1 жылдан асты, құдайға шүкір жұмыс жасап жатырмыз. Жаңағы сол үй алуға, үй сатуға жетекшілік жасаймыз, кеңес береміз, барлық қызметтер ақылы. Жанымызда банк болса да бізге келеді адамдар, себебі 7,5 жылдық опытымыз бар. Одан да командамда менен де көп уақыт осы салада істеп жүрген адамдар бар, 15 жылдан артық. Нағыз практиканың иесі болғандықтан сіздерге де келетін шығар. Практик мамандар. Сізге көп рахмет. Біздің бүгінгі тақырып барлық оқырман үшін бір өзекті, және де осы тақырыптан өздеріне керегін ала алды деген ойдамын. Сіздің командаңызға, өзіңізге сәттілік тілеймін. Істеріңізге береке берсін. Біздің баспаналы болатын оқырмандарымыз, халқымыз көбейсін деп айтқым келеді. Көптен көп рахмет. Оқырмандармен қоштассаңыз болады. Сіздерге де рахмет. Өте пайдалы болады деп ойлаймын. Әркім өз керегін алады деп ойлаймын. Шақырғандарыңызға рахмет. Жобаларыңыз жемісті болсын, оқырмандарыңыз көп болсын. Осы бағдарлама арқылы осындай пәтер алдым, осы бағдарламадан осыны көріп мен жаңағы кәсіп аштым деген сияқты пайдаларыңыз тие берсін. Үй алайықпен үй алатындар көп болсын. Рахмет көп. Қош сау болыңыз. Құрметті көрермен, сіздерді осы бүгін подкасттың барлық бағдарламасын көруге шақырамыз. Және де біздің YouTube арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Және біз осы подкаст платформалардың барлығында бармыз. Сондай-ақ өзіміздің Instagram парақшамызға бүгін.kz, band.kz парақшаларына жазылуды сұраймыз. Қош сау болыңыздар.